Саламатсыздар ма оқушылар? Баршамызға жаңа оқу жылы құтты болсын. Жаңа оқу жылында енді сіздерге үлкен жетістіктер тілеймін. Енді біздер бүгін география сабағынан жаңа сабағымызды бастаймыз. Жалпы география термині бізге бұған дейін жақсы таныс. 7-ші класстан бастап оқып келе жатырмыз. 5-6 класстарда жаратылыстану, 7-ші класста география пәнін бастаған болатынбыз біз. Енді жаңа тарауды бастаймыз. Біздің жаңа тарауымыз географиялық зерттеу әдістері. Соның ішінде бүгінгі тоқталатын бірінші параграфымыз біздің география ғылымының салалары. Жаңа сабағымызды бастамастан бұрын география терминінің шығу тарихын тағы бір еске түсіріп өтетін болсақ, жалпы география терминін ғылымға ең алғаш рет енгізген Эратосфен. Эратосфен бұл грек ғалымы өзінің жер туралы жазған ғылымын география деп атады. Яғни география сөзі грек тілінен аударғанда гео жер, графо жазу, сипаттаймын, яғни жерді сипаттап жазу деген мағынаны білдіреді. Енді география ғылымы нені зерттейді деген сұрақтарға тоқталып өтетін болсақ, біз бұған дейін де бұл сұрақтарды қарастырған болатынбыз. Алдыңғы сыныптарда жер беті табиғаты туралы, халықтар мен олардың шаруашылық іс-әрекеттерін зерттейтін ғылым. География ғылымының салаларына тоқталып өтетін болсақ, география ғылымы өз ішінде үлкен 4 салаға бөлінеді. Физикалық география, қоғамдық география, табиғи қоғамдық және картография болып бөлінеді. Сонымен қатар осы аталған ғылым салалары өз ішінде тағы бірнеше салаларға бөлініп отыр. Физикалық географияға тоқталатын болсақ, ол өз ішінде жалпы физикалық география. Енді бұл жалпы физикалық география жер қабықтарының құрылысы, даму заңдылықтарын зерттеумен айналысады. Геоморфология бұл жер бедерінің құрылысы, шығу тегі, даму тарихы, жалпы жер бетінде болып жатқан өзгерістерді зерттеумен айналысады. Климатология бұл термин бізге бұған дейінгі сыныптардан таныс, яғни жер бетіндегі климаттың таралу заңдылықтарын зерттеумен айналысады. Гидрология ғылымы бұл жер бетіндегі табиғи сулардың түрлері, олардың қасиеті, таралу заңдылықтарымен айналысатын ғылым саласы. Топырақ географиясы жер бетіндегі топырақтың таралу заңдылықтарымен айналысады, және биогеография ғылым саласы бұл осы жер бетіндегі жануарлар мен өсімдіктердің таралу заңдылықтарымен айналысатын ғылым саласы. Табиғи қоғамдық географияда бұл өз ішінде бірнеше салаларға бөлінеді. Жалпы табиғи қоғамдық география ғылым саласының негізгі мақсаты жер бетіндегі геоэкологиялық жағдайларды зерттеу, яғни адамдар мен табиғаттың арасындағы өзара әрекеттесу нәтижесінде пайда болатын осы экологиялық проблемаларды зерттеумен, геобаллистика дейді, яғни адамзаттың ғаламдық проблемалары мен оларды шешу жолдарымен. Сонымен қатар табиғи ресурстар географиясына бөлінеді, яғни бұл жер бетіндегі осы түрлі ресурстардың таралу заңдылықтары, олардың қоры зерттеумен айналысатын ғылым саласы. Сонымен қатар картография бұл осы географиялық карталарды құрастыру, қолдану әдістерін зерттеумен айналысатын ғылым саласы. География ғылымының дамуында әсіресе ұлы географиялық ашулар кезеңі ерекше орын алды. Осы уақыт аралығында біздерге беймәлім болып келген көптеген жаңа жерлер ашылды. Енді осы ашылулардың бірқатарын бейне сабақтан тамашалап өтсек. Зерттеуші жаңа ілім қалыптастырушы. Басқаша айтқанда, қызметтің белгілі бір саласында жаңа білім ашушы немесе құрастырушы адам. География ғылымындағы аса көрнекті саяхатшылар мен зерттеушілер қатарына Колумб, Магеллан, Беллинсгаузен, Лазарев, Уәлиханов және тағы басқаларын жатқызуға болады. Христофор Колумб әйгілі жиһангез және саудагер. Ең алғашқы экспедициясын 1492-1493 жылдар аралығында 90 адам 3 кемемен Санта-Мария, Пинта және Ниньяға жасады. Ал 1492 жылы 3 тамызда Палос аймағынан Атлант мұхитын іздеуге шықты. 1493 жылы 15 наурызда Колумб Испанияға қайта оралды. Фернан Магеллан
Португалияның теңіз саяхатшысы. 1519-1521 жылдар аралығында Молук аралдарына апаратын батыс жолдарын іздеуге шыққан экспедицияны басқарды. Африканың батысымен жүзіп, Атлант мұхиты арқылы оңтүстік Американың шығыс жағалауына жетті. Құрлықтың оңтүстігін зерттеп, 1520 жылы құрлық пен отты жер тобаралы арасындағы бұғаз, қазіргі Магеллан бұғазы арқылы оңтүстік Американы айналып өтті. Тынық мұхиты арқылы батысқа қарай жүзіп, Азиядағы Филиппин аралдарына жетті. Магеллан алғаш рет жердің шар тәрізді екендігін және дүниежүзілік мұхиттың бір тұтастығын дәлелдеді. Фаддей Беллинсгаузен 1778 жылы Эстониядағы Эзел аралы, қазіргі Саарем аралында дүниеге келген. Беллинсгаузен орыс теңіз саяхатшысы, адмирал, Антарктиданы 1821 жылы Петр I-нің есімімен аталған аралды, Тынық мұхиттың тропиктік бөлігіндегі бір қатар аралдарды ашты. Михаил Петрович Лазарев орыс теңіз флотының бастығы және теңіз саяхатшысы, адмирал. Ол Антарктиданы алғаш ашушылардың бірі. 5 жыл көлемінде үзіліссіз Атлант мұхиты мен жерорта теңізінде жүзуде болды. 1808-1813 жылдар аралығында Балтық флотында қызмет етті. Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов, қазақтың белгілі ұлы ғалымы, ориенталист, тарихшы, этнограф, географ. Жетісу Ыстықкөл аймағының фаунасы мен флорасын зерттеді. Ыстықкөлдің картасын жасауға қатынасты. 1858-1859 жылдардағы Шоқанның Қашғарияға сапары ғалымдық, ағартушылық саласындағы еңбегінің жаңа белеске көтерілуіне жол ашты. 1864 жылы наурыз айында Шоқан полковник Черняевтің шақыруымен Әулиеата жорығына қосылады. Ұзақ уақыт бойы адамзат баласы, әсіресе орта ғасырлық ғалымдар география ғылымы негізінен жаңа жерлерді ашумен айналысатын ғылым саласы деп есептеп келді. Бірақ енді осы жер бетіндегі көптеген жаңа жерлер ашылып болғаннан кейін география ғылымының зерттеу бағыты одан әрі кеңейе түспесе азайған жоқ. Ендігі кезекте осы бүгінгі жаңа сабаққа қатысты терминдерге тоқталып өтсек, сіздерде экранда бүгінгі жаңа сабаққа қатысты терминдердің тізімі шығып тұр. Бірінші, бұларды дәптерге, жұмыс дәптерімізге көшіріп жазамыз. Осы әрбір терминді жазу барысында оның мағынасына еске түсіріп отырамыз. Сонымен қатар өзімізге таныс емес немесе мана сабақта айтылмай қалған, естеріңізде қалмаған терминдер болып жатса, оқулықтан мағынасын қарап, немесе менің жекеме сабақтан кейін жеке чатыма шығып хабарласуларыңызға болады. Бұл терминдермен жұмыста аяқтағаннан кейін оның астында географиялық диктант беріп отырмын. Осы бұл да жаңа сабаққа қатысты. Яғни мына жерде көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып жазамыз. География ғылымы бөлінеді. Мысалға біз мана сабақтың басында қандай салаларға бөлінетінін атап өттік. Сонымен қатар әрбір ғылымдар тобы қандай салаларға бөлінетінін жазамыз. Осы географиялық диктантты аяқтаймыз. Бүгінгі жаңа сабағымызды қорытындылайтын болсақ, енді кері байланыс ретінде мына жерде экранға мен түрлі смайликтер шығарып отырмын. Бұны тек құр белгілеп қана қоймай, біріншіде, егер сабақта түсінбеген жерлеріңіз болса, осыған қажетті смайликті белгілей отырып, қандай жерлеріне түсінбедіңіздер, жазбаша менің чатыма жібересіздер, немесе ортақ чатқа жазасыздар. Екінші сұрағым бар. Осы сабақ барысында кейбір түсінбей қалған жерлеріңіз болып жатса, осы жерді белгілей отырып, сұрағыңызды маған жолдайсыз, немесе ортақ чатқа. Бәрі түсінікті болса, тек жай ғана белгі ғана қоюмен қатар қоймай, сен үшін қандай сабақ барысында қандай жағдайлар маңызды болды, осыларға қысқаша мәлімет беріп өтесің. Аталған жұмыстарды орындап болсаңыздар, енді үй тапсырмасын берейін деп отырмын, яғни өздеріңіз
осы сабақтан кейін бос уақыттарыңызда отырып орындайсыздар. Бірінші кестемен жұмыс. Мына жерде қазіргі заманғы географиялық зерттеулер бағытын беріп отырмын. Осының енді салаларына тоқталасыздар. Жаңа мен бір қатарын атап өттім. Табиғатты пайдалану және қорғау мәселелері қандай зерттеумен айналысады, бұл қандай ғылым салаларымен байланыс жасайтын, осыларды жазасыздар әрқайсысын жеке-жеке. Және бұл тапсырманы орындап болғаннан кейін өздеріңіз қалауларыңыз бойынша географиялық зерттеушілердің бірін таңдап аласыздар. Бейне сабақтан көргендеріңіз бар, оқулықта бар, болмаса бұлардан тыс зерттеу ішінде алуларыңызға болады. Осының жұмысына ауызша немесе жазбаша талдау жасайсыздар. Жақсы оқушылар, енді бүгінгі жаңа сабағымыз өзінің мәресіне келіп жетті. Сіздерге енді сабақтан қазір босағаннан кейін бос уақыттарыңызда осы бүгінгі өткен тақырыбымыз бойынша тағы бір қайталап, манағы берілген жазба жұмысын аяқтамағандарыңыз болса аяқтап, сонымен қатар үйге тапсырманы берген болатынмын, мана кесте түрінде көрсеттім. Осы тапсырмаларды орындап, келесі сабаққа дейін маған жеке чатыма жіберулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.